Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін түрік халқының пиде деп аталатын тіске басарын жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, жасалуы қарапайым, оңай рецепттер таба аласыздар. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер. Жылы сүтімізге аштығымыз бен тұзымызды қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды қосып, ұнымызды ұн илектен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Үстінен сұйық майымызды құйып шығамыз. Бірнеше қайтара басамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Қамырымызды көтерілуге, яғни ашытуға бетін жауып қоямыз. Осы орайда салмасын турап алдым. Шұжық пен ірімшікті. Шұжықты кубиктап, ірімшікті үккіштен өткізіп алдым. Ашыған қамырымызды көз мөлшермен 3 бөлікке бөлдім. Ұзын сопақша формада жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғандан кейін шетіне ірімшігімізді осылай тізіп шығамыз. Енді қамырымызды осылай қайырып, ашылып кетпестей қатты басамыз. Бізде қамырдың түрі, формасы, яғни қайық сияқты болады. Ортасына шұжығымызды салып шығамыз. Шұжықтың орнына фаршты бір қуырып салсаңыздар, яғни тартылған етті, өте дәмді болады. Мен бұл жолы шұжықпен жасадым. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп, тек сарысын ғана жақтым. Ағын шұжықтың ортасына
қосып жіберсеңіздер болады. «180 градуста 10-15 минут пісіріп алдым. Енді бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді біркелкі етіп осылай орналастырамыз. Бір дана жұмыртқамызды ірімшіктің бетіне осылай саламыз. «180 градуста 10 минут 15 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіріп аласыздар. Осымен пидеміз дайын болды. Ас болсын.